Сәлеметсіздер ме, құрметті оқушылар. Бүгін біз ықтималдықтың классикалық анықтамасы, статистикалық ықтималдық тақырыбын есепте шығаратын боламыз. Бүгін бізде А деңгейлі есептер, ал енді 31-де бірінші есепке келетін болсақ, ойын сүйегі лақтырылған кезде 1-ден 6-ға дейінгі сандар түседі. Төмендегі оқиғалардың ықтималдықтарын табыңдар. Біріншісі бізде 2 санның түсуі, екіншісі 1 немесе 2 санның түсуі, үшіншісі 4 немесе 6 санның түсуі, және соңғысы жұп санның түсуі. Жалпы бізде ықтималдық формулаларын шешу үшін P тең m бөлінген n формасы арқылы есепте шешілетін болады. Бізде m қолайлы оқиғалар саны, ал n бізде барлық оқиғалардың саны ретінде саналады. Енді бірінші есепке келетін болсақ, 2 санның түсуі, яғни бізде ойын сүйегіндегі бір санды алып қарастырамыз. Сондықтан біз формуланы орнына қойсаң 6-тан 1 деген жауап шығады. Енді келесі 1 немесе 2 санның түсуі, яғни бұл жерде ойын сүйегінің біз 2 санын аламыз. Барлығы 6 сан, сол формула орнына қойсам бізде 6-тан 2, оны қысқартып бізде 3-тен 1 деген жауап аламыз. Келесі 4 немесе 6 санның түсуі, дәл жаңағыдай 2 сан бізде, сондықтан формуланы орнына қойып, бізде 6-тан 2, яғни ол қысқарып, бізде жауап 3-тен 1 шығады. Келесі төртіншісі бізде жұп санның түсуі. Ойын сүйегінде 1-ден 6-ға дейінгі 3 жұп сан бар, 2, 4 және 6. Яғни ол 3 сан деп біз аламыз. Сонда бізде 6-дан 3 формула орнына қойсақ, және ол қысқарып, жауабымыз 2-ден 1 шығады. Ал енді келесі 31-де екінші есеп. Қорапшада 2 ақ және 5 қызыл шар бар. Қорапшадан кездейсоқ алынған бір шардың ақ, қызыл, жасыл болуының ықтималдығын табыңдар. Яғни бізде оқиға ақ шар, қолайлы оқиғалар саны бізде ақ шар деп аламыз. Оның саны бізде 2 болып табылады. Біз 2-ке 5-ті қосып барлық шарды таба аламыз, ол бізде 7. Яғни ақ шардың алуын біз формула орнына қойып 7-тен 2 деген жауап аламыз. Қызыл шарды дәл солай табамыз. Бізде қызыл шар 5 болып табылады, барлық сан 7. Формула орнынан қойып 7-тен 5 деген жауап табамыз. Жасыл шар оқиғасын қарастыратын болсақ, бізде жасыл шар болмағандықтан ықтималдығы бізде 0-ге тең. Келесі бізде қорапшада 4 қызыл және 7 көк шар бар. Қорапшадан кездейсоқ алынған бір шардың қызыл, ақ емес, көк болуының ықтималдығын табыңдар. Яғни барлық шардың жауабын табу үшін біз 4-ке 7-ні қосамыз, бізде 11 шар. Енді қызыл шарды табу үшін біз формулаға қойып 11-ден 4 деген жауап шығарамыз. Яғни бізде 4 қызыл болғандықтан. Енді ақ емес шар, бізде ақ емес шар болмағандықтан жалпы ықтималық бізде 1-ге тең, яғни 11-ден 11. Көк шар табу үшін біз формула қойып 11-ден 7 деген жауап шығарамыз. Келесі бізде 31-де үшінші есеп, тәжірибе, ойын сүйегі лақтырылды. А, Б және С оқиғаларын қарастырайық. А бізде ойын сүйегінің жоғарғы жағындағы сан 12-ке бөлінеді. Б ойын сүйегінің жоғарғы жағындағы сан 2-ке тең. С ойын сүйегінің жоғарғы жағындағы сан 2-ке бөлінеді. Төмендегі теңдіктердің қайсысы дұрыс? Жауаптарыңды түсіндіріңдер. Ал енді бірінші есепке келетін болсақ, А оқиғасы 1-ге тең делінген. А оқиғасын енді қарастырайық. Ойын сүйегінің жоғарғы жағындағы сан 12-ке бөлінеді. Енді бізде ойын сүйегіндегі барлық 6 санда 12-ке бөлінбегендіктен бізде қолайлы жағдай саны 0-ге тең. Жалпы жағдай бізде 6. Формула орнына қойып, бізде ықтималдығымыз 0-ге тең болып шығады. Яғни бұл жауап дұрыс емес болып табылады. Енді келесі жағдайы бізде 0-ге тең, яғни жаңа бізде белгілі 12-ке бөлінбегендіктен бізде қолайлы жағдай саны 0, формулаға қойып ықтималық 0-ге тең. Сонда яғни бұл тұжырым дұрыс болып табылады. Келесі бізде С оқиғасы 0,5-ке тең екен. Яғни С оқиғасын қарасайық, ойын сүйегінің жоғарғы жағындағы сан 2-ке бөлінеді. Яғни барлығы сол ойын сүйегіндегі 2-ке бөлінетін саны 2, 4 және 6.
Енді формулаға қоямыз, ол бізде 3 сан болып табылады. 3 бөлінген 6, ол бізде 0,5-ке тең, яғни тұжырым дұрыс. Келесі төртінші бізде b теріс, бізде 6-тан 5-ке тең екен. b оқиғасын қарастырайық. Ойын сүйегінің жоғарғы жағындағы сан 2-ке тең. Бізде сондықтан қолайлы жағдайлар саны бізде 5 болып табылады. Жалпы жағдайлар 6. Сонда бізде жауап 6-тан 5 дұрыс тұжырым екен. Соңғысы бізде b оқиғасы 6-тан 1-ге тең екен. Енді формулаға қарайтын болсақ, бізде қолайлы жағдайлар саны бізде 2 сан болып табылады. Сонда ол бізде біреу ғана. Енді формулаға қойсақ 6-тан 1 шығады. Яғни бізде тұжырым дұрыс. Келесі 34-ші есеп. Сыныпта 25 оқушы бар. Олардың ішінде 5 оқушы өте жақсы, 12 оқушы жақсы, 6 оқушы қанағаттанарлық деген баға оқиды. Ал 2 оқушы үлгерімі төмен. Сыныптан кездейсоқ таңдап алынған оқушының үлгерімі өте жақсы немесе жақсы болуын ықтимал табыңдар. Ал енді үлгерімі өте жақсы немесе жақсы болған оқушылардың санын табу үшін біз екеуінің көрсеткіштерін қосамыз. Себебі бізде немесе деген сөз бар. Ал енді бізде өте жақсы оқитын 5 оқушы және жақсы оқитын 12 оқушымыз бар екен. Енді ол екеуін қосып, біз 17 деген санды аламыз. Бізде енді формулаға орнына қойып көрейік. Бізде барлығы 25 оқушы. Ал енді қолайлы оқушылар саны бізде 17 болғандықтан формулаға 17-ні қоямыз. Сол кезде бізде 25-тен 17 деген жауап шығады екен. Келесі бізде 25 емтихан билетін ішінде 5 жеңіл билет бар. 2 оқушы кезекпен 1 билеттен алады. Бірінші оқушының жеңіл билетті алуының ықтималдығын табыңдар. Ал енді бізде қолайлы билеттер саны 5 болып табылған. Барлығы бізде 25 билет. Енді бұл оңай, бізде формула орнына қоя саламыз. Яғни 25-тен 5 шығады. Ол бізде 0,2-ке тең екен. Ал енді бізде соңғы 31-де 5-ші есеп. Ойын сүйегі лақтырылды. 3 немесе 5 санын түсуін, 6 немесе 5 санын түсуін, 7 санын түсуін ықтималдықтарын табыңдар. Енді бізде 3 немесе 5 бұл 2 оқиға. Формуланы орнына қоямыз. 6-тан 2 ол қысқары бізде 3-тен 1 болып табылады. Келесі 6 немесе 5 санын түсуі, ол бізде қолайлы 2 оқиға. Формуланы орнына қоямыз. 6-тан 2 қысқарып 3-тен 1. Келесі 7 санын түсуі, бізде ойын сүйегінде 7 деген сан жоқ. Сондықтан ықтималдық бізде 0-ге тең екен. Ал енді құрметті оқушылар, назарларыңызға рахмет. Видеоны түсінікті болып жатса, лайк басып, комментарий жаза кетіңіздер. Назарларыңызға рахмет.